Баршаңызға сәлем, мен арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін келесі тақырыбымыз, яғни reading. Reading дегеніміз ол оқылым, яғни what are you into? I can understand a text about people's interests. Бұл жерде де жалғасын тауып жатыр. Яғни бұл жерде сен қандай нәрсеге қызығасың, және де мен текст арқылы адамдардың қызығушылығын айта аламын, түсіндіре аламын деп тұр. Енді келесі бізде мынау my interests, әрқайсысы әр адам кейіпкер өздерінің қызығушылықтарын, яғни хоббиін сипаттап айтып беріп тұр. Reading болған соң бұл жерде ағылшын тілінде оқып біз қарастырамыз, иә. Баян. I love music and I've got a lot of downloads on my MP3 player. My friends are mad about Jan Khalif, but I'm not into hip-hop. I really like sport, especially volleyball and tennis, but I cannot stand cycling. One of my interests is art, but I'm not very good at it. Бұл жерде, яғни Баян не айтып тұр? Аударатын болсақ, мен поп мюзикті өте жақсы көремін, және де мен көптеген downloads, яғни жүктеу, көптеген көптеген жаңағы өлеңдерді жүктеймін өзімнің MP3 жаңағы ойнайтын MP3 өлеңіме дейді. Менің достарым Джан Халипті өте қатты ұнатады, бірақ мен онша қызықпаймын дейді хип-хопқа. Мен шын мәнінде негізі спортқа қызығамын, спортты жақсы көремін, әсіресе оның ішіндегі волейболмен және тенниске. Бірақ мен cycling, яғни велосипед айдағанды онша ұнатпаймын дейді, айдай алмаймын дейді. Және де менің бір қызығушылығымды айтып кететін болсам, ол өнер жағы болып тұр. Бірақ мен онша ол өнерден, яғни сурет салуды айтып тұрған шығар. Мен онша ол жақтан жақсы емеспін дейді, яғни нашармын деп тұр. Okay, next, Veronica. I'm interested in sport, especially football. I'm an Astana FC fan and I've got photos and posters of the team. I'm not mad about books, but my friend Natalia and I love watching TV. Natalia has got a TV in her room. One of my interests is photography. I haven't got a very good camera, but my photos are really good. So, бұны Верониканы жазғанын аударатын болсақ, мен спортқа өте қатты қызығамын, әсіресе футболға дейді. Мен Астананың фан клубының бір мүшесі болып табыламын, және де менде көптеген оның постерімен, команданың, топтың постерімен және фотолары бар, суреттері бар. Бірақ мен онша жаңағы кітапты оқығанды ұнатпаймын. Және де менің Наталья деген досым, ол да Наталья деген досым, және де мен теледидар көргенді жақсырақ көреміз дейді, кітап оқығанға қарағанда. Және де Наталья дейді, өзінің бөлмесінде, жеке бөлмесінде телевизоры бар дейді, теледидары. Және де менің бір қызығатын бір хоббиімнің бірі ол суретке түсіру дейді. Және де менде сол қызығушылығым болған соң, қызығушылығым осы фотосурет түсіру болғанымен, менде өте жақсы камера түсіретін камера менде жоқ дейді. Бірақ менің көптеген суреттерім оған қарамастан жақсы сапада түсірген дейді. Okay, next, Ерасыл. I'm into skateboarding and swimming. I'm good at martial arts, especially taekwondo. My friend Atul likes taekwondo too, but he hasn't got a green belt. We've got a computer at home, but I don't really like computer games. I prefer chatting on the internet. I like books, especially books about animals. I really like animals, but we haven't got a pet. Бұл жерде Ерасыл не деп жатыр?
мен скейтбордда тепкенді ұнатамын, және де жүзуді ұнатамын. Мен жаңағы жекпе-жек күресті және әсіресе таквондоны ұнатамын соның ішіндегі. Менің досым бар, Артур, ол да таквондоны ұнатады мен сияқты, бірақ ол дейді жасыл белдігі жоқ оның. Біз, яғни Артур досымыз екеуміз, компьютер ойынын үйімізде, компьютер біздің үйде бар дейді, бірақ біз компьютер ойынын онша ұнатпаймыз ойнағанды дейді. Және де мен интернетте достарыммен сөйлескенді, жазысуды ұнатамын. Және кітапты ұнатамын, әрине кітаптар, неше түрлі кітаптарды оқығанды ұнатамын, әсіресе жануарлар туралы кітаптар болса дейді. Мен жануарлардың өзінде ұнатамын, бірақ біздің үйде үй жануары жоқ дейді. Мінекей бар текст осы. Енді осымен сабақ тамам. Сіздерге видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, және де жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.